Армысыздар, құрметті телекөрермендер, бұл бірінші студия бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Қуандық Танабас. Өңірлік саясатты жетілдіру жолдаудың 4-ші бағыты осылай деп аталады. Өңірлер өркендесе тұтастай елдің де әл ауқаты өспек. Ал өңірлерде жолдау жүктеген тапсырмаларды жүзеге асыру, өңірлік саясатты жетілдіру ол әрине бірінші кезекте жергілікті басқарушы аппараттың міндеті. Біз бүгін осы тақырыпты кеңінен талқыға салмақшымыз. Ендеше студиямыздың қонағын таныстырып өтелік. Ол Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Бауыржан Абдықалықұлы Қайрақбаев. Студиямызға қош келдіңіз. Бауыржан мырза, енді президенттің жолдауын барша қазақстандықтар қарады. Ондағы айтылған міндеттер, ондағы кез келген мәселе жалпы әрбіріміз үшін маңызды деп есептеймін. Жалпы осы орайда сіздердің мекемелерің, сіздердің департаменттеріңіздің алдында қандай мақсат міндеттер тұр, осыған тоқталып өтсек? Қайырлы кеш, үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Бұл жыл сайынғы жолдаудағы президентіміздің жолдауында ерекше тоқталып өтетін мәселе, бұл халық үніне асатын мемлекет тұжырымдамасына ерекше тоқталып кетті. Президентіміз бұл мемлекет аппарат азаматтардың мүддесі үшін жұмыс істеу екен тағы да айтып өтті. Өзінің жолдауында бұл шеңберде біздің облыс орталығындағы қалалық әкімді айтып өтуге болады. Бұл және де халықтың мұң-мұқтажын өзінің әлеуметтік желілерде өзінің белсенді атқарып атқан жұмыстарын, қойған талаптарын тікелей байланысты. Біз өз құзыретіміз шегімізде және де ондай іс-шараларды өткіземіз. Яғни әкімдер жаңағы халықпен жақын болу керек қой? Жақын болу керек, өздеріне қойылған міндеттерді және де әлеуметтік сұрақтармен өздеріне жүгінген кезде сол мәселелерді орталық аппаратқа жалтақтамай өздері шешу керектігін айтқан болатын өз жолдауында Қасым-Жомарт Кемелұлы. Сол сияқты тағы да бір шешуші мәселе, бұл жақында өткен ауылдағы әкімдердің сайлауы. Сол ауылдардың әкімдердің сайлауын бізде талаптарына сәйкестігін қараған болатынбыз. Сол талаптарында жаңағы өздері сайлаған әкімдерден өздеріне қойған мәселелерді нақты шеше ме, шешпей ме, соны сауалнама арқылы өткізу керектігін атап өтті президент өзінің жолдауында. Және де сондай мәселелерді жан-жақты қарау үшін президент әкімшілігіне тапсырма берген болатын. Бір қатар ұсыныстар дайындау үшін. Сол ұсыныстар бойынша бізде өз құзыретіміз шегімізде қадағалайтын болаймыз. Және де бұл енді тиімді мемлекетті іс жүзіне асыру барысында және де президенттің жаңағы президенттік жастар кадров резерві бойынша біз жұмыс істеп жатырмыз. Бүгінгі күнде осы 1 қыркүйектен 30 қыркүйекке дейін ағымдағы жылдың құжаттар қабылданатын болады. Негізгі талаптар ол Қазақстан Республикасының азаматы 35 жасқа толмаған, кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар азаматтар қатысуға мүмкіншілігі бар. Яғни осы резервке кірген жаңағы үміткерлер болашақта осы тиімді мемлекеттік аппаратты қалыптастыратын болады, солай емес пе? Біз енді Бауыржан Абдықалықұлы, қазір сізбен осы жолдаудың жолдарына назар аударайық, және одан кейін сізбен әңгімемізді әрмен жалғастыратын боламыз. Экранға зер салыңыздар. Главный принцип служащего государства – госаппарат должен работать в интересах граждан. Это в первую очередь касается местных властей. Именно акиматы призваны взаимодействовать с гражданами и оперативно решать их проблемы. Однако зачастую этого не происходит. Высшему руководству то и дело приходится корректировать принимаемые в регионах решения или вовсе принимать за них решения.
Акимы разных уровней не всегда способны на сильные самостоятельные шаги, работают с оглядкой на центр. Во многом это связано с тем, что нынешний уровень подотчетности акимов перед гражданами недостаточен. Оценка их деятельности практически не зависит от мнения самих жителей регионов. Поэтому требуется оптимизировать механизм оценки работы акимов всех уровней. Важным моментом должны стать независимые социологические опросы. Они дают объективную картину реального отношения населения к качеству работы органов власти. Через опросы голоса граждан слышны напрямую, а не посредством формальных отчетов. Администрация президента должна подготовить пакет предложений по данному вопросу. В региональной политике первостепенное внимание нужно сфокусировать на снижении дисбалансов в социально-экономическом развитии. Бауыржан Абдыхалықұлы, енді президент әкімдерге, басшыларға халықпен тығыз қарым-қатынаста болыңдар, кез келген енді халықты толғандырған мәселелерді барлығынша жаңағы жедел түрде шешіңдер деген тапсырма беріп жатыр. Бірақ енді шын дуайдын айтқан кезде кей әкімдер бізде салғырт. Көз алдындағы болып жатқан проблемаларды білмей ме, түсінбей ме, оған енді кей кезде біздің де енді басым жетпей жатады. Осыған себеп не болуда? Бұл мәселемен біз де қазір жұмыс істеп жатырмыз. Кейбір әкімдіктер әрине дұрыс айтасыз. Президент те өзінің жолдауында айтап өтті. Кейбір әкімдер өзі жабық және де халықпен кездеспейді, және де тиісті есеп беру кезінде де ашық түрде өткізбейді. Сол себепті қазір енді тиісті тапсырма берілді ғой президент әкімшілігіне. Сол топтама әзірленген кейін тиісті ұсыныстар қабылданады деп үміттенеміз. Және де жаңағы тәуелсіз сауалнамалар ол бұрын формальды түрде өткізсе, енді тікелей халықтың өздерінен тәуелсіз сауалнама өткізу керектігін атап өтті. Біз бұны өз қадағалауымызға аламыз. Сол себепті жаңағы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, біздің еліміз осы заман талаптарына сай болуы тиіс. Біздің жастарымыз осы әлемде еліміздің бәсекеге қабілеттілігінің негізі болып табылады. Сол себепті қазір жаңағы айтып өткен президенттік жастар кадр резервін іріктеу басталды. Нақтырақ айтқан кезде құжаттарын қабылдау. Бауыржан мырза, сөзіңізді бөлуге тура келеді. Бізге дәл қазір тікелей эфирге хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен. Сізге қоятын сұрағы бар екен. Біз ендеше эфирге қосайық. Кеш жарық, сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Сіз эфирдесіз. Алло, кеш жарық, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен мына Бауыржан деген орынбасар дедіңіз бе, сол кісіге сұрақ қойғым келеді. Жалпы сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, әкімдер сайлауы дұрыс өтті ме, ауыл әкімдердің сайлауы? Екінші сұрағым, мемлекеттік қызметкерлердің де жеке пікірін әлеуметтік желілерде айтуға менің ойымша олардың да құқы бар. Сіз қалай ойлайсыз? Сұрағыңызды түсіндім. Сұрағыңызға ауылдық әкімдердің сайлауы бойынша ол ашық өтті деп ойлаймын. Себебі әртүрлі мемлекеттік органдар өз құзырет шегінде талаптарына сәйкес өз келісімін берген болатын. Және де енді президенттің жолдауында атап өтті ғой, осы қазір ауыл әкімдері сайлау өткеннен кейін енді аудан әкімдерін сайлау 2024 жылдан басталады. Және де өз пікірлерін бойынша мемлекеттік қызметшілерді айтты ма? Мемлекеттік қызметшілер әрине мемлекеттік қызметкерлер дейді, енді әлеуметтік желідегі белсенділігі. Мысалға қандай да бір жағдайға байланысты мемлекеттік қызметкер жаңағы әлеуметтік желіде Facebook болсын, мысалға Instagram болсын, көп қой енді түрлері. Сонда пост жариялауға бола ма? Немесе кейбір мысалға посттарға
астына комментарий қалдыруға бола ма? Жалпы сол жүйе қалай реттеледі? Ол жүйе реттелген, ол әдеп жөнінде Кеңес. кодекс бар. Кодексте. Сол жерде өз қызметін белгілемей отырып, ол жаңағы Қазақстан Республикасының азамат ретінде өзін ойын білдіріп айтуға болады. Бұл жерде заңға қайшы ештеңе жоқ. Бірақ ол жерде енді мемлекеттік қызметкер әдеп талаптарын ол жерде сақтауы тиіс қой. Сақтауы тиіс, Яғни бір дөрекі сөздерді, сақтай отырып, бір заңға бір қайшы мәліметтерді деген сияқты беруге болмайды. Салынатын мысалға фотосуреттер де енді дұрыс мәнде болу керек қойлар. Ол фотосуреттер мысалға енді жаңағы айтады ғой, мемлекет қызметшілер өзін кішіпейіл болып көрсету керек, жаңағы қымбат жерлерде демалып отқан нелерін елдің ашуын келтірмей, мемлекет басшысының стратегиялық курсын ары қарай жалғастыра отырып, бұл саясатқа қарсы келмеу керек. Себебі мемлекет қызметке орналасар алдында тиісті жаңағы шектеулерді өзіне қабылдаған болатын. Жақсы. Бауыржан мырза, тағы хабарласқан көрермен бар екен. Сұрақты қабыл алайық, жауап берейік. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирде сіз тыңдап тұрмыз сізді. Ассалаумағалейкум. Рұқсат болса, мен орысша сұрақ қояйын. Қойыңыз. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие, как пример, могут приниматься меры к акимам или непосредственно к акимату, если он не идет на контакт с населением? Бывает много случаев, когда обращаешься в акимат, но вопрос затягивается. Жақсы, рахмет сауалыңызға. Үлкен рахмет сұрағыңызға. Бұл жөнінде ауылдық әкім мысалға сіздің сұрағыңызға, талабыңызға жауап бермесе, заңда көрсетілген мерзімде жауап бермесе, сіз жоғары тұрған әкімге, аудан әкіміне өзіңіздің шағымызбен бара аласыз, жүгіне аласыз. Аудан әкіміне қатысты мәселе болса, жоғары тұрған облыс әкіміне жүгіне аласыз. Сонымен қатар біздің де есіктеріміз ашық, және жаңағы өзінің құзырет шегінде тиісті мәселелер, жаңағы іс-шаралар қабылдамайтын болса, біз де өз құзыретіміз шегімізде қараймыз. Түсінікті. Жақсы, Бауыржан Абдықалықұлы, қазір тағы жолдауға біз назар аударайық. Одан кейін сізбен әңгімемізді қайта студияға оралып жалғастыратын боламыз. Экранға назар салсаңыздар. В рамках национального плана развития были определены 25 конкретных задач по повышению качества жизни граждан. Это и есть главное направление нашей работы. Поэтому правительству и акимам предстоит обновить планы развития регионов в соответствии с утвержденными общенациональными задачами. Конечно, одним из главных инструментов снижения дисбалансов является приоритизация бюджетных расходов. Выделение средств из республиканского бюджета не должно зависеть от пробивной силы акимов, каких-то личных предпочтений, прочих субъективных факторов. Для перезагрузки процессов бюджетирования требуется более широко применять механизм подушевого финансирования и необходимо внедрить объективную методику распределения бюджетных лимитов. Предстоит упростить бюджетные процессы, кардинально снизить бюрократию в этом вопросе, расширить применение цифровых инструментов, планирование и исполнение бюджета. Необходимо внедрить блочный бюджет с повышением ответственности администраторов бюджетных программ. Правительству нужно разработать пакет поправок в бюджетное законодательство и подзаконные акты. Крайне острой проблемой является систематическое завышение сметной стоимости проектов. Это касается как небольших объектов, например, детских садов, школ, так и крупных инфраструктурных проектов. Следует в кратчайшие сроки кардинально пересмотреть действующую нормативную базу и практику. Правительству, Счетному комитету поручается внести предложение до 1 декабря.
Бауыржан Абдықалықұлы, мен сізбен әңгімемізді мына президенттік кадрлық резерв туралы арнаға бұрғым келіп тұр. 2019 жылы қателеспесем, осы кадрлық резерв туралы президенттің жолдауында айтылды ғой, мен қателеспесем. Сол жылдары ең әуелгі осы іріктеу өткен кезде кадрлық резервке жаңағы 300 адам өткен болатын. Енді биылғы жылы менің білуімше осы кадрлық резервке жаңағы 300 емес, керісінше 50 адам іріктеліп өтетін болады. Жалпы осы кадрлық резерв дегеніміз не, ол қашан басталды, бұл жүйенің халыққа берері не болмақ? Әуел осыдан бастасақ. Үлкен рахмет сұрағыңызға. Бұл бірінші кезеңі, президенттік жастар кадр резервінің бірінші кезеңі 2019 жылда бастап алған болатын. Соның қорытындысы бойынша 300 адам іріктеліп резервке кірген болатын. Біздің облыс бойынша 11 адам кандидат резервке кірді. Оның бүгінгі күнде 6-ы қызметке тағайындалды. Бұл енді резервте 5 жыл тұрады. Бірінші кезең. Сол 300 резервте тұрған үміткердің бүгін күнде 184-ті қызметке тағайындалды. Енді бірінші кезең мен екінші кезең салыстырғанда айырмашылығы талабы жаңағы 35 жастан аспайтын Қазақстан Республикасының азаматы 5 жылдан кем емес өтілі бар деп айттым. Ерекшелігі биыл 3 жыл резервте тұрады. Бірінші кезеңде 300 адам болса, екінші кезеңде 50 адам іріктеледі, және де бұл мемлекеттік секторға. Бауыржан мырза, бізді қазір қарап отырған енді көптеген көрермендер бар. Енді олардың арасында да осы жаңағы резервке үміткер болып тіркелгісі келетіндер бар шығар. Соларға айтып өтейікші, бұл жалпы құжатты олар енді қайда тапсыру керек, қандай құжаттар тапсыру керек? Бұл біздің өңірімізде жүргізілетін іріктеу ме, әлде олар міндетті түрде елордамызға бару керек пе? Осыған бір тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Президенттің 2019 жылғы жарлығына сәйкес жаңағы талаптар белгіленген болатын. Бұл тек біздің облыстағы емес, республика бойынша өтіп атқан іс-шара. Бұл іс-шара 1-ші қыркүйек пен 30-ші қыркүйек аралығында құжаттар тапсыру қажет. Бұл құжатты жаңағы ашық, шынайы өткізу үшін ұлттық комиссиямен жаңағы бекітілген болатын. Жаңағы онлайн порталда pkreserv.gov.kz порталында қалаған азамат әр өзіміздің Қазақстан Республикасының азаматы жаңағы онлайн түрде құжаттарын өткізеді. Ол және де бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші құжатын өткізеді, сосын барып биылғы ерекшелігі бірінші кезеңмен салыстырған кезде тағы да қазақ тілін тапсыру керек. Емтихан ол Б1 деген деңгейден төмен емес, орташа мемлекеттік тілін білуі тиіс. Солардың бәрін өткен соң барып құжаттарын тапсырады. Сосын екінші кезең ол бізде жаңағы мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалайды. Үшінші кезеңде ситуациялық есептер шешеді. Сосын барып төртінші кезеңде бізде ол құзыреттерді бағалайды. Сосын бесінші кезеңде сараптамалық комиссиядан қатысушылардың әңгімелеседі. Іріктеудің қорытындысы ол ары қарай кезеңі қатысушылардың кандидатураларын кадр резерв жөніндегі ұлттық комиссияда қарайды. Бауыржан Абдықалықұлы, бізге мынау желіге келіп түскен сауал бар екен. Көрермендер айтады, осы кадрлық резервке олардың пікірінше жаңағы тек қана мемлекеттік қызметкерлер ғана қатыса алады деген жаңағы пікір қалыптасқан. Кадрлық резервке жалпы өту үшін міндетті түрде мемлекеттік қызметкер болу керек пе, әлде кез келген саланың өкілі бұған қатыса ала ма? Жаңағы кәсіпкерлер де бар, не болмаса қарапайым жаңағы мұғалім, не дәрігер болып жұмыс істеп жүрген, не болмаса жаңағы біздің бұқаралық ақпарат құралдары саласының мамандары қатыса ала ма?
әрине, бұл сұрақты бәрін толғандырады. Бұл резервке, президенттік жастар кадрлық резервіне іріктеуге кез келген азамат қатыса алады. 5 жыл, кемінде 5 жыл өтілі бар, жұмыс өтілі бар. Қай салада болса да, бұл жерде тек мемлекеттік қызметкер болу керек деген не талап жоқ. Кез келген саланың маманы, азаматы, Қазақстан Республикасының азаматы қатыса алады. Иә. Енді Бауыржан мырза, мысалға іріктеу болады дедіңіз, е? Бұл жерде іріктеуді жаңағы комиссия өтеді, қарастырады. Комиссия енді қандай басымдықтарға бұл жерде мән береді? Мысалға, бұл конкурсқа мемлекеттік қызметкерлердің өздері де қатысады ғой. Мысалға, жаңағы белгілі бір басқарманың басшысы бар делік, не болмаса, онымен жаңағы қатар бәсекеге бір мектептің мұғалімі қатар түсті делік. Бұл кезде енді комиссия кімге таңдау жасайды? Бұл жерде комиссия... Оның лауазымына қарай ма, адамның әлде еңбек өтіліміне қарай ма, жетістігіне қарай ма? Рахмет сұрағыңызға. Бұл жерде негізгі басты мақсаты мүдделерді басшылыққа алатын жас таланттарды анықтау. Жаңа қазіргі біз енді бір жерде тұрған жоқпыз, ары қарай дамып жатырмыз. Осы дамуға талантты жастарымызды тарту мәселесін өз президент қойған болатын. Бұл жерде енді әр кезеңде өзінің жаңағы талаптары бар. Мәтіндік, мысалға, сандық ақпаратпен жұмыс істеу кезінде кандидаттардың күрделі мәтінмен және санмен жұмыс істеу қабілеттерін анықтайды. Бұл жерде комиссия, мысалға, тек мемлекеттік қызметшілерге ғана өзін предпочтение еді ғой, беріп қана береді деп айтпаймын. Себебі бұл жерде қоғамдық өкілдер қатысады, жаңағы сарапшылар. Бірінші сарапшылар іріктейді осы. Және де осы құжаттар тапсырған кезінде сарапшылар да, ұлттық комиссиялар да кімге қандай баға беріп отқанын білмейді. Оларға бір сан мен әріптер беріледі, сол жаңағы өздеріне бекітіледі осы номер. Осы номермен мысалға қорытынды іріктеуге дейін осылар жүретін болады. Сол себепті бұл ашық онлайн ретінде өтеді. Сол себепті мысалға олар өз бағаларын берген кезде олар кімге дауыс бергенін білмейді. Бұл жерде кәдімгідей шынайы бәсеке, ең жоғары балл алған үміткер келесі кезеңге өтеді. Енді қаншалықты бұл конкурс енді әділетті өтеді? Қаншалықты бұл жерде таныс білістікке жол берілмейтіндігіне жалпы кепілдік бар? Жаңа айтып өткендей, жаңағы сарапшылар да, ұлттық комиссиялы мүшелері де дауыс беретін үміткерге кім екенін білмейді. Оларға жаңағы құжат тапсырған кезде сандық және әріптік идентификационный номер дейді ғой, сондай номер береді, сол номерге дауыстарын береді. Сол себепті олар таныстықта, жерлестікте мәселесі жоқ. Қазіргі кезде мына деректі айта аласыз ба? Павлодар облысы бойынша осы конкурсқа құжат тапсырып жатқан адамдардың саны қанша? Белсенділігі қандай жалпы азаматтардың? Белсенділігі бар. Бізге телефонмен хабарласып отырады, және де тікелей бізге келіп отырады. Жаңағы онлайн платформа атап өткен ПК резерв.gov.kz-те сол жерде де сұрақтарды мысалы қойға болады, нақты толық ақпаратты сол жерде де көрсетілген. Біздің кешегі ақпаратқа бойынша республика бойынша 281 азамат өз құжаттарын тапсырды. Енді айдың соңына дейін көреміз, үміткерлердің саны едәуір көп болады деп. Бұл іріктеуден өткен азаматтар, жаңағы кадрлық резервке ілініп кеткен адамдар болашақта енді олар қандай қызметтерге тағайындалады? Өз салалары бойынша ма, әлде ұсынылған қызмет бойынша ма? Бұлар резервке кірген азаматтар 3 жылдың ішінде оларға мемлекеттік секторда
жаңағы саяси қызметкер болсын, А корпусы болсын, Б корпусында жоғары қызметкерлер қызмет ұсынылатын болады. Сонымен қатар жаңағы айта кететін осы резервке қатыспайтын шектеулер, мұнда жаңағы президент тағайындаған адам, саяси қызметкерлер, А корпусының қызметкерлері және де алдыңғы бірінші кезеңдегі резервшілер қатыса алмайды. Енді резервке енген адамдарға, азаматтарға тек қана мемлекеттік қызметтен ғана жұмыс ұсыныла ма, әлде басқа да қызмет түрлері бар ма? Бұл жаңағы айтып өткен жарлыққа сәйкес, ережесіне сәйкес мемлекеттік секторда ұсынылатын болады. Ал егер адамның, жаңағы үміткердің мемлекеттік қызметте мүлдем тәжірибесі болмаса ше? Бұл мүлдем тәжірибесі болмаса, бірінші кезеңде жаңағы резервке өткен азаматтарымыз біздің президенттің жанындағы мемлекеттік академиясында тиісті жаңағы оқулар, семинарлар өтетін болады. Тәжірибесін ары қарай көтеретін жаңағы білікті мамандар, басшылықтар, жаңағы әр салада болсын, сол кісілер дәріс оқитын болады. Ары қарай ол кісілердің құзыреттерін ары қарай дамыту бойынша жұмыстар жүргізіледі. Тәжірибесі болмай жатса да, ол жаңағы резервке енген азамат бірден бір басшылық лауазымы тағайындалуы мүмкін бе сонда? Олды енді өзін қазір сарапшыларда, ұлттық комиссияда мысалға кезең-кезеңнен өтеді ғой, олардың өзін қойған талаптарын қалай шешті, ситуациялық мәселелерді, мәтіндік тапсырмаларды, сандық тапсырмаларды, өзін жаңағы қабілетіне қарай ұсынылатын болады. Осы резервке кірген азаматты белгілі бір басшылық лауазымға орналастыру үшін, тағайындау үшін. Мұнда тек басшылық емес, мүмкін жаңағы бірінші кезеңде басшының орынбасары да болуы мүмкін. Сондай ұсыныстар берілетін болады. Түсінікті. Енді мына Павлодар облысы бойынша ақпаратты толыққанды алу үшін қайда жүгіну керек, қандай ақпараттық жаңағы ресурстар бар, немесе сіздердің жандарыңызда жұмыс істейтін кол орталық бар ма? Жалпы осы кадрлық резервке енудің егжей-тегжейлі ақпаратын алу үшін азаматтар қайда хабарласып, қайдан білулері қажет? Бұл жаңа атап өткенде нақты толығырақ ақпаратты ПК резерв.gov.kz сайтында толық ақпарат көрсетілген. Және де мысалға жаңағы көбіне бізге қазір жүгінетін қазақ тілін тапсырған туралы сертификат қаяқтан аламыз дейді. Мысалы, ол жерде сол сайтқа кірсе сілтеме де бар. Сол сілтеме арқылы кіруге болады. Болмаса білім министрлігінің қарамағындағы Қазтест орталығы бар. Оған офлайн барып қатысу керек. Екінші қазақ ресми жаңағы орталығы бар. Оған онлайн ретінде тапсырып, құжаттарын жаңағы сертификатты алуға болады тапсырып қазақ тілін. Және де нақтырақ өзінің жаңағы нелері бар, тағы бөлімдері бар. Сол жерде жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар берілген жаңағы сайтта. Сонымен қатар біздің Павлодар облысы бойынша баннерлер, жаңағы LED экрандарда біз өзіміз тағы мынандай брошюралар дайындаған болатынбыз. Оны да таратып, жан-жақты халыққа қызмет көрсету орталықтарында таратып жатырмыз. Жаңағы қоғамдық көлік, жаңағы көліктерінде таратып жатырмыз. Халықтар көп шоғырланатын жерлердің бәрінде мынандай қысқаша жаңағы памяткамыз бар, осы таратып жатырмыз. Осы жерде де біздің жаңағы телефон номерлеріміз бар, көрсетілген. Қазір сіздердің тікелей эфирлеріңіз пайдаланып отырып, номерімді
номерлерімізді айтуға рұқсат берсеңіз. Бұл Әрине. 20-83-35, 20-83-61, 20-83-41. Жақсы. Бауыржан Әбдіхалықұлы, алтын уақытыңызды бөліп студияға келген үшін алғысымызды білдіреміз. Енді осы кадрлық резервке жарияланған конкурс сәтті өтсін, тек қана лайықтылар ғана осы болашақта еліміздің тізгінін ұстасын деген тілекпен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Сау, саламатта болайық ағайын. Рахмет, сау болыңыз.